Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамына лимон мен жұмыртқа қосылатын, оңай әрі тез дайын болатын керемет печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен лимонымыздың сыртын осындай үкіштің майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Тек қана осындай сары бөлігін өткізіп аламыз, яғни цедрасы керек болады. Осылай кішкене ғана бөлігін өткізіп алатын боламыз. Бізге шамамен бір ас қасықтай ғана болса жеткілікті болады. Енді осы лимонымызды екіге бөліп, суын шығарып аламыз. Яғни бізге қазір лимонның суы қажет болады. Мен осылай ситадан өткізе отырып, кесеге шығарып алдым. Жақсылап екіге бөліп, суын сығып алыңыздар. Лимонымыздың екінші бөлігінде дәл солай сығып алдық. Осымен біздің соғымыз дайын. Енді бір ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен шекерімізді салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма бұрын-соңды тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, каналымның алға дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін керемет те қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін, үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді үстінен алдын ала сығып дайындап қойған лимонның соғынан 4 ас қасық құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізілген 2 стакан ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Менде стаканның граммы 200 грамм. Осына 200 граммдық стаканнан 2 стакан салдым. Үстінен 1 шай қасық қопсықышымызды қосамыз. Барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қолмен де араластыра берсеңіздер болады. Мен осылай ыңғайлы болсын деп алғашында осындай лопатканың көмегімен араластырып алдым. Осылай шамалы уақыт араластырып алғаннан кейін, үстінен алдын ала дайындап қойған осындай лимонның цедрасын салатын боламыз. Сыртқы қабығын, үкіштен өткізілген қабығын осылай қамырымыздың үстінен салып, қолымызбен жақсылап араластыра отырып, қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жұмыс жасағанға өте ыңғайлы, жұмсақ қамыр болып шығады. Илеп алған қамырымызды тақтайшаның үстіне қойып, теңдей етіп 12 бөлікке бөліп аламыз. Енді печеньеміздің формасын дайындаймыз. Мен осындай дөңгелек етіп жасап алдым. Барлығын осылай дөңгелек етіп жасап алғаннан кейін, осындай сахарный пудрамызды ортасына қойып дайындап аламыз. Барлық қамырымызды осы дәл видеодағыдай етіп сахарный пудраға аунатып аламыз. Осылай шет-шетін барлығына сахарный пудрамыз жабысып қалуы қажет. Дайын болған қамырларымызды пергамент қағазы төселінген противенімізге салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеларымыз дайын. Печеньелер өте керемет болып шығады. Аз ғана уақытта, аз ғана затпен
Осындай печеньеларды сіздер де жасап көріңіздер. Мен алғаш рет жасап көрдім, маған өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Әркез жаңа шыққан видеоларды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Сонымен қатар менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.